Мұнан соң ақш мемлекеттік хатшысы Джон Керри Назарбаев университетінде орталық Азияның жаһандық қақтығыстарды шешудегі рөлі тақырыбында дәріс оқыды. Қазақ жеріне алғаш рет жасаған тарихи сапарының 2 күнінде ол қазақшаны да ептеп үйреніп алған сыңайлы. Студенттер алдында сөз алған саясаткер дәрісін қазақшалап амандық сұрасудан бастады. Hoş geldiniz ya. And students of Nazarbayev University. Бір сағатқа созылған кездесу барысында америкалық дипломат сөз арасында қазақша мақал-мәтелдерді келтірді. Қазақ-Америка қарым-қатынасына, жаһандық экологиялық, саяси-экономикалық өзекті проблемаларға тоқталған саясаткер Даиш террорлық ұйымында ұмытпады. Бұл ұйымның әрекеті өркениетімізге үлкен сын деген Керри, әлем мемлекеттері кез келген өзара қайшылықтарға қарамастан Даишпен күресте бірігуі тиіс деп түйді. Daesh has successfully recruited Central Asians. Даиш Орта Азия мемлекеттерінің азаматтарын қатарына көптеп тартуда. Тіпті әлемнің әр түпкірінен ақштан да адамдар бар. Ұйымның ауқымын тарылтып, қатарға адам тартуын тоқтатуға тиіспіз. Ықпалымен қаржыландыруын тыюымыз керек. Ланкестер ислам мемлекетін құрғысы келеді. Бірақ оның өзегінде ислам мүлде жоқ, тек бетперде.